Ты сам по-казански плохо знаешь, других учишь. Это не радость. Все давно знают об этом. Во-первых, мой родной язык не казанский, а казахский. Во-вторых, если вы говорите именно про казанский язык, то татары и казахи родственные народы, очень даже близкие народы. Поэтому как бы татарский и казахский на друг друга очень похожи. Это во-первых. Во-вторых, смотрите. Сендер осы қашан қоясыңдар адамды танып білмей жатып оның артынан әңгіме айтқанды. Абзал қазақша білмейді екен, абзал анандай екен, абзал мынандай екен деген әңгімені қойсаңдаршы, болды ғой. Абзалды ала алмайсыңдар сендер. Сендерге өте абзалдың аяғынан шалу өте қиын болады сендер үшін. Себебі абзалдың артында қазақ деген, алаш деген халық тұр. Осыны біліңдер. Екінші дүние. Егер де мен өзімнің ана тілімді білмесем, менің абзал атым өшсін. Қара, кезінде мысалға мынау Шағатай Алтай бойы нені отырарда алмаған кезде Шыңғысхан келіп айтты ғой, менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, сызат түсті намысыма мына сенің арқаңда деп ше. Сол сияқты, егер мен өзімнің ана тілімді білмесем, демек менің намысыма сызат түседі, және менің ұрпағымның сүйегіне кәдімгідей кешірілместей таңба қалады, еш өшпестей. Бұл тағы бір дүние. Және қараш, артыңды қара, Жоңғар Алатауы тұр. Мен Жоңғар Алатауының етегіндегі Алакөлдің тура жағасындағы Көктұма деген ауылда тұрмын да қазір. Осы ауылда мен кәдімгі қазақтың құртын жеп, қазақтың сүтін ішіп, қазақтың жігіттерімен сөйлесіп, мен өзім қазақша білмеймін десем, бұл менің надандығымның белгісі да. Түсінесің бе? Сосын ең бастысы есіңде болсын. Мен Абылайдай ханы болған, Райымбек пен Наурызбайдай батыры болған, Мұқағалидай ақыны бар, Сәкен, Бейімбет, Әлихан және Мағжан сияқты ағартушылары болған, қазақтың жерінде тұратын, Қазақстан деген елде тұратын, қазақ деген ұлттың ұлымын. Сондықтан мен қазақ бола тұра өзімнің ана тілімді білмесем, бұл кешірілмес қате. Сондықтан аман бол, бар бол.